Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше кешкі аспен бөліскім келіп отыр. Дәмі өте дәмді болып шығады және отбасыларыңызды осындай әдемі тағаммен қуантыңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майға жуамызды қызарғанша қуыртып аламыз. Одан кейін үстіне етімізді салып, жақсылап бетін жауып 5 минут қуырып алыңыздар. 5 минут өткен соң етіміздің үстіне тұзымызды салып, суымызды құйып, бір немесе 1,5 сағат етімізді бұқтыратын боламыз. Ендігі кезекте қамырымызды илейтін боламыз. Ыдысқа жұмыртқамызды, тұзымызды және жылы суымызды салып, жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын қатты қамыр илейтін боламыз. Жақсылап иі қанғанша әдемілеп 5-6 минут илеңіздер. Өйткені қамыры бұл жерде осылай қатты және иі қанған болуы міндетті. Қамырымызды қатты қып илеп, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін алып, тағы да жақсылап иі қанғанша 5-6 рет осылайынан қолыңызбен иін қандырып алыңыздар. Содан кейін барып, үшінші кезекке келген кезде барып, қамырларыңызды жақсылап, жұқалап жаятын боласыздар. Біздің етіміз пісті, суы тартылып, яғни майы азайып қалса, үстіне кішкене май құйып жіберіңіздер. Майлы болғаны өте жақсы. Енді кейбір адамдар майсыз ұнатады, майсыз ұнайтын болса, шамалы майын аз салыңыздар. Одан кейін үстіне тәтті бұрыш, қызанақ, сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. 5 минуттай қуырсаңыздар жетеді. Одан кейін осылайынан ұсақтап туралған картопымызды салып, үстіне керек дәмдеуіштеріңізді салып, әрқайсыңыз әрқалай салсаңыздар болады. Кімге қандай дәмдеуіш ұнайды, соны сала бересіздер. Бұл жерде шектеу жоқ. Менде паприка, перец және томатный пастаны қосып, жақсылап араластырып, үстіне суды құйып, су құйған кезде бұл жерде қатты бетіне шығып кетпесін. Мінекей осылайынан суымызды құйып, 5 минут өткеннен кейін астын жай отқа қойып қоямыз. Өйткені біздің картопымыз пісіп кетпеу керек. Орташа шала піссе болады. Одан кейін қамырымызды алып, жақсылап, жұқалап жайып аламыз. Жақсылап жұқалап жайылған қамырдың үстіне шемшік майымызды құйып, барлық жеріне жеткізіп, қолымызбен жағып шығамыз. Негізі бұл тағамда көбінесе укроппен чеснокты қосып жатады арасына қамырдың, ал біз үйде укроп онша ұнатпаймыз. Сол себепті арасына үккіштен өткізілген мен сәбізді салдым. Осылайынан барлығын жайып шығып, шетінен бастап орайсыздар. Видеода барлығы анық көрсетіліп тұр. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Одан кейін осылайынан бөлшектерге бөліп, әдемілеп турап аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қазанымыздың отының астын қатты ашып, жаңағы қамырларымызды салып шығатын боламыз. Яғни бұл тағамды кейбір елде штрудель деп айтса, кейбір жерде нудель деп айтады екен. Яғни көбісі штрудель деп айтады. Осылайынан салып шыққаннан кейін астын басып, жай отта 20-25 минут пісіріп аласыздар. Дәмі өте дәмді болып шығады. Қалағанша сәндеп ұсынсаңыздар болады, және қонақ келген кезде алдына қойсаңыздар да өте ерекше тағам. Менің рецептім ұнаса, маған лайк, комментарий басып, қазақша контенттің дамуына көмектеріңізді тигізіп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлзада, баршаңызға ас болсын.